Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бағбан ханымның өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіз. Көз алдыңызда филодендрон Биркин гүлі. Ақ жолақты, алуан жапырақты, керемет сорт. Қазіргі гүл өсірушілер арасында филодендрон тренд болып тұр. Мен де трендтен қалмай филодендрон Биркин гүлін сатып алдым. Әдетте адамдарға гүл сыйланады. Түрі әдемі, бірақ қандай гүл екенін білмейді. Сосын бұл гүлді өлтіріп алады. Себебі сатып алған соң гүл жайлы ақпарат білмейді. Күтімі қандай, қалай суару керек, қай жерде ұстау керек. Міне осындай ақпараттар жеткіліксіз болады. Мен осы керекті ақпаратты сізге жеткізетін боламын. Міне жаңа гүлді сатып алдым. Енді не істейміз деген сұрақ туады. Кішкене жапырағы сарғая бастайды, немесе жапырағын тастай бастайды, жапырақтың жиектері қарая бастайды. Сосын адам ойланады, интернетті ақтарып, ақпарат іздей бастайды. Міне сол жағдайға жеткізбес үшін мен сізге жеткілікті ақпаратты беремін. Филодендрон Биркин гүлін сатып алған соң, бір апта көлемінде үй жағдайында ұстауымыз қажет. Яғни үйдің температурасына, аурасына, үйдің жағдайына үйренуі қажет. Биркин гүлін тамырын қараймыз. Тамыры көзге қарағанда ақ, яғни қараймаған, таптаза, шірімеген. Бұл гүлді екі жағдайда отырғызуыңызға болады. Бірінші, осы гүлді алып, осы күймен отырғыза қоясыз, немесе екіге бөліп, екі горшокқа отырғызуыңызға болады. Астындағы топырағы кокосовый субстракт. Бұл уақытша топырақ. Бұл топырақтан біз босатамыз. Себебі бұл топырақта қала беретін болса, бұл гүл әрі қарай өсе алмайды. Сондықтан толықтай тамырын кокосовый субстракттан босатамыз. Кокосовый субстрактты алып босаттық. Биркин гүліне арналған топырақты өзім дайындаймын. Ароидный гүлдерге арналған дайын топырақтар сатадым дүкенде. Соны алып пайдалансаңыз болады, немесе өзіңіз жасасаңыз болады. Мен өзім жасадым. Торф алдым, шеге құм алдым, мох сфагнум алдым. Мох сфагнум топырақты жеңілдетеді, ылғалдандырады, және міндетті түрде древесный уголь қостым. Ағаш көмірі. Ол тамырдың шіремеуіне жауап береді. Топырақты алдым дайындап, және араластырамын. 1-2 литр болатын горшок алдым. Горшоктың астына міндетті түрде дренаж саламын. Дайын болған топырағымнан 2 сантиметрдей топырақ саламын. Міндетті түрде корневин пайдаланамын. Корневин тамырдың өсуіне қалыптастыратын ең жақсы стимулятор болып табылады. Корневинді суға қосып құйсаңыз да болады, немесе тамырына ұнтақ күйде шашсаңыз болады. Гүлді отырғызып, топырақпен толықтырамыз. Міне гүліміз дайын. Жарық әрі жылы жерге қоюымызға болады. Мен сізге ұсынғым келіп тұр екінші вариант. Ол екінші вариант тамырынан толық кокосовый субстракттан тазартқаннан кейін екіге бөлеміз. Мен екіге бөліп алдым, және екеуін 2 горшокқа отырғыздым. Суарамын. Суаруға кемінде 2 күн тұрған суды пайдаланамын. Суға эпин қосамын. Тамырын бөлу барысында, топырақтан ажырату барысында тамырлары кей жерлері үзіліп қалған болатын. Яғни бұл гүлге стресс болады. Сол стресстің алдын алу үшін осы эпинді қолдандым. Және эпин иммунитетін күшейеді, жақсы өсуіне қалыптастырады. Мен 0,5 миллиграмм эпин 1 литр суға құйдым, араластырып алып, Биркин гүлімді суардым. Міне гүл дайын, кең, әдемі горшокқа көшіп, өзін жақсы күйде сезініп тұр. Фитолампаның астына қойдым. Неге? Себебі мына бетіндегі ақ жолақтары жарықты қажет етеді. Ал қазір қыс айы болғандықтан күн сәулесі бізге жеткіліксіз. Сондықтан фитолампаның астына қойдым. Егер бұл гүлге
күн жеткілікті деңгейде түспесе, жасыл жапырақты болады. Ақ ала жолақтары болмайды. Сондықтан, ал бұл гүлдің ең әдемі фишкасы ол ақ жолақтарында. Сондықтан, фитолампаның астына қойдым. Егер сізде күн жеткілікті түсіп тұрған болса, онда терезенің алдына қойсаңыз болады. Бірақ қадағалап қойыңыз. Күн сәулесі жапырақтарын күйдіріп тастамасын. Тікелей күн сәулесін бұл гүл ұнатпайды. Ауа температурасы қыс айында 16 градустан төмен болмауы қажет, жаз айларында 27 градустан жоғары болмауы қажет. Тікелей күн сәулесін ауа өтімінде тұрғанды жақсы көрмейді. Терезе алдына қояр болсаңыз, подоконник салқын болмауы қажет. Соны қадағалаңыз. Және бұл гүл қатты күйіп кеткенді жақсы көрмейді. Топырағы міндетті түрде ылғалдықты сақтап тұру қажет. Ылғалдылығы 2 сантиметрге дейін азайған болса, онда суарасыз. Жаз айларында су шашып, су бүркіп тұрсаңыз болады. Қасына увлажнитель воздуха қойсаңыз болады, немесе су құйып қойсаңыз болады. Ауаның ылғалды болғанын жақсы көреді. Міне осы гүл жайлы барлық ақпаратты жеткізе алдым деп ойлаймын. Тағы да сұрақтарыңыз болса маған қойыңыздар. Комментарийда міндетті түрде жауап беремін. Менің каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.